Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай керемет ыстық нан пісіретін боламыз. Булка нан десек те болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге 300 мл су, 100 мл сүт, 3 ас қасық пісте майы керек болады. Және де 1 шай қасық тұз, және де 2 шай қасық қант қажет. Сосын жарты ас қасық дрожжи қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Ұнды керегінше қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз тым жұмсақ емес, тым қатты емес, орташа ғып илейміз. Айта кететін бір кеңес, нанның қамырын жақсылап илену қажет, июі жақсы қану қажет. Жақсылап илеп болған соң, осылай жылы сумен қаттырақ басып шығамыз. Қайтара тағы басамыз. Ендігі кезекте 1-1,5 сағатқа жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Менің қамырым көтерілді. Ендігі кезекте пісте маймен қолымды майлап, жақсылап тағы да басып шығамын. Екі қайтара, арғы бетін қайтарып, бергі бетін. Сосын тағы бетін жауып, 1-1,5 сағатқа тағы да қойып қоямыз. Негізі нанның қамырын кемінде 1 рет қайтару қажет, сонда нанымыз жақсы көтеріледі. Мінекей 1 сағаттан менің қамырым көтерілді. Енді қолымды майға майлап алып, 2 бөлікке бөліп аламын. Противенімізді пісте маймен жақсылап майлап аламыз. Жаңағы 2 бөлікке бөлінген нанымызды домалақтап противенге қоямыз. Бетін пісте маймен майлап шығамыз. Сосын алдымен пергаментный бумагамен, сосын шашықпен бетін жауып қоямыз. Менде 40 минут өтті. Қамырым көтерілді. Енді духовкаға 190-200 градусқа жібереміз. Нақты градусты өздеріңіздің пештеріңізге қарай қоясыздар, себебі әр пеш әртүрлі пісіреді. Кейбір пештер 220 градуста пісірсе, ал кейбіреулері 180 градуста жақсы қызады. Мінекей менің наным 40 минутта пісіп шықты. Нанның бетін осылай шашықпен жауып қоямыз, толық суығанша. Мінекей менің наным толықтай суыды. Қараңыздаршы, өте керемет, жұмсақ, үлпілдек, ыстық, иісі деген керемет болып шығып жатыр. Міндетті түрде дайындап, ыстық нанмен отбасыларыңызды қуантыңыздар. Берекелі Дастархан каналында осындай пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар.